қандай әдемі көзі. Всем привет, достар, баршаларыңызға. Жаңа блогқа қош келдіңіздер. Бүгін бізде 1 наурыз, алғыс айту күні. Барлықтарыңызға рахмет айтамын, что менің каналымды көріп жүргендеріңізге. Бүгін біз Аминаны аватария сияқты ойнататын жерге келдік, үйдің қасындағы. Давно келмеген болатынбыз, бұл жерге почти 1 жылдан аса келмедік. В основном біз аватарияға баратынбыз. И осы жолы осы жаққа келдік, Аминаға ұнап жатыр. Ойнап жатырмыз. Аминка, давай! Вау! Молодец! Іші осындай. Именно 2-3 жастағы балаларға ойнайтын жерлері көп екен. Аватария біз барып жүргенде, ондай Амина ойнайтын жері өте аз. Мына жақта өте көп екен. Аминаға қатты ұнап жатыр. Даулет, үшеуміз келдік. Ой, ладно, ста, ладно. Махала деген мейрамханаға келдік. И өзіне рамен заказ берді. Біз Амина екеуміз манты, еще самса келеді, чай келді. Аминаның қарны ашып қалыпты, прям от души жеп жатыр. Обычный күндері Аминаға тамақ берген кезде алдап, телефон қосып солай береміз. Ошо ешкімге керек емес, Амина өзі жеп жатыр бәрін. Әбден шаршады. Игровая зонасы бар екен. Бірақ Амина оған қараған жоқ. Уже ана жақта ойнап келген соң шаршады уже. Обычно кафелерге барған кезде игровая зонадан шықпайтын, а ошол шаршады. Қазір только тамақ жеп жатыр. Самса заказ бердік. Даулет самсаны попробовать. Даулет, как тебе самса? Врачи. Дәмді ма? Аты Махала деп аталады. Басында Махаланы алыстан машалла деп естіп жүрмін. Ой, оқып қалдым да. Күнге кеттім. Тамақтары дәмді сияқты, өте жақсы. Махаланы мантылары тоже жақсы. Мантыны всегда тыквамен аламын. И этот обычный фаршпен, да. Отрубной деген онша ұнамайды. В основном тыквамен ұнайды. Мы все уже үйге қайтып бара жатырмыз. Біздің келген жердің алдында осындай цирк ашылған екен. Қысты күні декабрьде ашылған болатын. Потом январь, февраль жабық болды. И в конце февраля, то есть мартта уже ашылды. Скоро цирк өшіге болады. Не знаю, Аминамен циркқа барсақ, Амина отыра ма, отырмай ма? Не знаю. Мне кажется, Амина отырмайды. Кинотеатрға бармағаныма уже 2,5 жыл жоқ. Да, 2,5 жылдан асып кетті. Циркқа вообще давно бармадым. Животное будет, может она пойдет. Где животное-то интереснее было, да? Ну, брат, долго отырмайды все равно. Один раз барып көру керек циркқа. Дала жақсы болып тұр. Холодный воздух, свежий. Прям все уже. Бізде каждую суббота күні біздің ЖК-ға ауылдық жерден, кажется, сүт алып келеді, свежий сүттер. Сүт, ірімшік, потом қаймақ, сыр, әр түрлері. Вот, мен қазір натуральный сүт алайын деп. Натуральный болғанда, получается, өздері сауады, өздерінің сиырлары бар. Содан алып келеді сразу. Каждую суббота сағат 10-да келеді. Соған бара жатырмын қазір сүт алуға. Алдым 2 литр и потом творог алдым 1 килограммдай. Дала бүгін салқын болып тұр. Біздің сүтіміз пісіп жатыр.
Қаз жоғары көтеріледі, и все, огоньды өшіремін. Примерно бізде бұл жерде 2 литр сүт. Біздің таңғы ас осындай болды. Яйца пашот, авокадо, творожный сыр и хлеб тостер. Қараңыздар, қандай аппетитно, әдемі көрінеді. И черри помидор для красоты. Можно еще на завтрак. Осындай Каспи арқылы постельное белье заказ бердім. Материалы сатин. Вроде хороший, турецкий деді. Со скидкой алдым. Бұл по идее қанша тұрады? 31 деңгеймін. Почти 40 мыңға жуық тұрады. Мен бұны 50% скидка 19 мың теңгеге алдым. Жастықтың сыртына қаптайтын қаптағышы. Осындай. Ой, хороший. Расскажу. Очень хороший. Вроде материалы таза, прям хлопок, сатин, аралас. Качественный, плотный прям. Видно, качественный екен. Астына төсейтін қазір бұлардың барлығымен стиркаға бір салып, освежить етіп аламын, то есть бір жуып аламын, потому что все-таки сразу төсей алмаймын. Мына үстіне там көрпенің сыртына. Цвет прям хороший, маған ұнайды. Осындайды мен серыйын заказ берген болатын. Прошлый раз почти оны біз уже қолданып жүрміз. Қанша 4 айдан асты, 4-5 айдан асты уже қолданып жүргенімізге. Тоже хороший магазиннен алдым. Тура осындай, пока серый түсі. Осы жолы осындай бежевый түсін заказ беруді шештім. Еще раз всем привет, достар, баршаларыңызға. Сіздермен бірге Арайлым. Қазір мен кешкі ас жасайын деп жатырмын. Кешкі асқа бізде бүгін овощной рагу. Яғни алдын ала етімізді турап алдым. Етім менде бұл жерде сиырдың еті. Сиырдың етін алдын ала кубикта кішкентай формада турап алдым. Және клен бұл жерде клен овощи. Бұл жерде бізде пияз, сәбіз, кабачок, полгоркий перец и картошка, чеснок. Осылардың барлығын қазір мен турайтын боламын. И кесек-кесек сковородкаға салып, барлығын араластырамын. Оған біз майымызды саламыз. И жемендеп біз бірден етімізді салып берсек болады. Мен түсіріп жатқан кезде осы камераның батареясы өшіп қалды, сондықтан барлық процесті түсіріп үлгермедім. Но мен сіздерге қазір результатын көрсететін боламын. Осындай овощной рагу, қасында гарнирға рис и жеңіл салат. Ол бізде мультиваркада бізде рисіміз. И бұл жерде бізде начинка. Так, подождите, мен блины пісіріп жатырмын еще. Блины аудару салайын, ашты асты кетпес үшін. Бұл бізде блины. Блины почти уже праздник. Тарқадым, ашқаннан қалды. Осы блиныдан, осы начинкасының ортасына салып, ортасына банан салдық ең. Осындай болып шықты. Бұл бізде чаймен ішкенге гарнирға өте оңай әрі. Почти все. Что я задумала, барлығын орындадым. Блины, кстати, өте дәмді шықты. Онда рецептімен, яғни описание бөліміне осы демонтера және қазір көрсететін боламын. Методты жасаңыздар, тез әрі оңай жасалған и көп деген блины жасалынды. Қаншаға блины? Егер осыны сатып алсақ, өзіне ақша үйде жасап, қандай күшті. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Бүгін бізде таңғы асқа осындай кекс пісірдім. 30 минутта піседі. Тез әрі оңай жасалынады. Жарайды, бұл түсірмеймін.
осындай кекс пісірдім. Оны мен инстаграм аккаунтымда бөлістім рецептпен. Міндетті түрде мен инстаграм аккаунтыма тоже жазылып қойсаңыздар болады. Линкін қалдырып кетемін. И сол жерден толық рецептті көре аласыздар. Өте оңай әрі тез жасалынады. Келіп тұр үйге. Келіп тұр, ойбай. Кім келіп тұр екен? Амина, кім келіп тұр? Ужас! Даулет, ты что, зачем такой большой купил? Амина! Вау! С праздником вас! Рахмет! На Аминаға. Ста, ек қолмен, ста. Ек қолмен. Серьезно? Даулет, зачем так? А сколько это? Здесь хризантема стоит? Осы екі алдым. Неге бөлгем, а? Мәссаған. 1 литрге қоясың. Вау! Даулет осындай 8 мартқа сыйлық жасады бізге. Аминаға, Сульпаны маған осындай гүл. Если честно, первый раз осындай большой букет алып тұрмын. До этого тоже алдым, бірақ олардың бәрі бұндай большой болмаған. Саған көп рахмет. Барлықтарыңызға үлкен сәлем, достар. Бүгінгі 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен барша әйел қауымын, аналарымызды, әпкелерімізді, жалпы арулардың барлығын құттықтаймын. Мен бүгін осындай әдемі үлкен букет гүл алдым жолдасымнан. Және қызым Аминаға тоже тюльпан кішкентай гүл сыйлады. Өте қуаныштымын. Үйдің иісі прямо осы гүлдердің иісіне толып тұр. Өте әдемі. Бүгінгі күндеріңіз сәтті күн өтсін. Негізі Даулетке айтқан болатын. Маған однотонный тюльпан сыйла деп. Но бірақ оған өзіне осы гүл ұнапты, поэтому маған да өте қатты, конечно, приятно очень, когда осындай букет гүл сыйлаған. Ол өте ауыр, мне кажется, менің өмірімдегі ең үлкен букеттердің бірі. Сондай күшті. Даулет бізде гүлді редко сыйлайды, но метко. Осындай үлкен букет гүл. И осындай тюльпан Аминаға. Қазір осылардың барлығын вазаға қою керек. И плюс осы жерде бізде клубника в шоколаде Даулет алыпты. Тоже қазір бірге распаковка жасайтын боламыз. Клубника в шоколаде и финики в шоколаде. Өте дәмді. И бізге осындай гүлге не жіберді. Оны 2 күннен кейін салатын болам. Именно гүлге, чтобы долго тұру үшін. Только что недавно кішкене фотосессия жасадым. Енді бұндай гүл бергеннен кейін күні ғой фотосессия жасамау. Даулет пен Амина тағы да прогулка жасап жүр. Скоро үйге кіреді, бұйыртса Амина ұйықтайды. Амина гүлдерді қазір вазаға салатын боламын. Достар, мен ең алдымен қазір осы тюльпандардан бастайын деп жатырмын. Тюльпандарды қазір суық суға саламын. Жалпы тюльпан жайлы лайфхак айтып өтейін сіздерге. Тюльпанды ең алдымен осы суық суға салатын боламыз. Ұзақ тұрсын десеңіздер. Екіншіден, сабағын 1-1 сантиметрге кесіп отырамыз. Үшіншіден, суды құйған кезде толтырып құймаймыз. Примерно 1, 2, 3. Например, байланған жерге дейін ғана суды құямыз. Яғни полностью суға толтырып құятын болсаңыздар, тюльпан салсаңыздар, сіздегі тюльпандарыңыз суды бойына қатты сіңіріп алады, және бірден сабақтары ісініп кетеді. И придется ол ұзақ тұрмайды тюльпандарыңыз. Сондықтан осы қағиданы қолданыңыздар. Эстетично түсірем ба деп айтып болмайды. Енді осылай аша береміз. Достар, бізде тюльпандар өте жақсы көрмейді. Особо енді терезенің алдына қоймаңыздар. Примерно 3 саусақ сиятындай орынға қоямыз. Так, мына жапырақты алып тастаймыз. Бізге ол керек емес. Өйткені бұл бізге қазір суға тиетін болса, шірейміз. Ана жапырағын қалдырамыз.
Енді қазір осы үлкен гүлімізді шешетін боламыз. Распаковка жасаймыз үлкен гүлімізге. Біздің гүлдерімізді вазаға салып қойдым. Қараңыздар, қандай әдемі. Даже хризантем, оказывается, өте көп екен. 10 штук па сондай. Поэтому өте пышный, красивый. Мына розовый гүлді қараңыздар, қандай әдемі. Мынау біздің тюльпан. Тюльпанға мен примерно осылай су құйдым. Ертең тағы обновить етемін. Кешке посмотрим, тағы да қалай болатынын. Енді бізде екіншісі то же самое. Сары гүлдер өте әдемі. Вау, қандай күшті. Көзім тоймай жатыр. Қандай күшті. Көзім тоймай жатыр осындай гүлдерді қараңыздар, қандай әдемі гүлдер. Менің кухням бүгін осындай әдемі гүлдерге толып тұр. И осындай гүлмен бірге қоса Дәулет маған осындай клубника в шоколаде алып келді. Коробкасын қараңыздар, қандай әдемі. Мына жерде ағаштан жасалған. Прям необычный, өте әдемі. Қазір енді ашып көреміз. Вау, это финики обычные, да? Финики в шоколаде, он справа. А в середине клубника, справа не помню, что это такое. В третий ряд. Как будто орех кешью, орех фундук, а здесь финики. Қазір ораза ай болғандықтан финикимен жақсы өте. Қазір дәмін көретін боламыз. Давай попробуй ты. Я один, ты один. Можно шоколадты қазір алып тастап сыртын. Клубниканы өзін берсіп болады. Вот осындай сырты әдемі. Шоколад прям вкусный. Очень вкусно, прям күшті дәмі. Дәмі өте күшті. Қайырлы кеш достар, баршаларыңызға. Мен қазір кешкі ас жасап жатырмын. Кешкі асқа менде паста фетучино. Өте оңай, тез жасалынады. Ең бірінші осылай табаға сливочный маслоны саламыз. Оны кішкене қыздырғаннан кейін үстіне чеснокты турап, чеснокты қуырамыз. Чесноктан кейін қазір бірден пиязымызды салатын боламыз. Пиязымызды алдын алып турап қойдым. Пияз, сарымай, чеснок үшеуін жақсылап осылай табада қуыратын боламыз. Енді тауықтың төс етін алып, өздеріңіздің қалаған формасына қарай турасаңыздар болады. Мен соломка ретінде турайын. Яғни өздеріңіздің қалаған формаларыңызға қарай. Пока пиязымыз сары түске айналғанша қуырылып, жұмсарып, потом үстіне қазір пияздың үстіне салатын боламыз осы. Тамызды пісіріп алатын боламыз. Осыны салам. Қазір осы суда жұмсарып піскенін күтеміз. Қостық шпинаттан кейін енді сливки кішкене мөлшерден қосамыз. Біздің тауықтарымыз осы сливкида қазір тағы да пісіру керек жақсы. Менде 11% сливки. Міне біздің пастамыз дайын болды.
Өте тез, 20 минутта пісті. Тез дайын болды. Енді дәмін көретін боламыз бірге. Қараңыздар қандай әдемі. Қазір квашеная капуста жасайын деп жатырмын. Ол үшін бізге осындай бір капуста қажет болады. Үлкен банкаларды заранее дайындап қойдым. Қазір енді капустамызды турайтын боламыз. Енді капусталарымызды салатқа түсіріп. Капустаның жартысын турап алдым осылай. Енді осыны қазір тұздаймын и қолмен езетін боламын. Капусталарымызды мыжамыз. Стик. Ойбай, Амина, түсірмей жерге. Сен түсіріп аттың жерге, балапан. Менде осында 2 банка шықты. Бір капустадан. Капустамен сәбізді араластырдым. 2 сәбіз и бір үлкен капуста. Енді бізде бүгін среда, яғни пятницаға дейін тұрады осылай. Пятница күні уже можно жеуге болады. Осымен біздің квашеная капустамыз аяқталды. Негізі подробный рецепт мен YouTube каналымда бар. Мен ссылкасын описание бөліміне қалдырып кетемін. И кому интересно, можете ссылкаға басып подробный рецепт көрсеңіздер болады. И үйден жасап көріңіздер міндетті түрде квашеная капустаны. Сіздерге өзінің күнделікті қолданатын уходымен бөліскім келеді. Сонымен қатар осы уход кезіндегі жіберген қателіктерімді айтып бергім келеді, чтобы в будущем, егер вдруг сіздерде де осындай жағдай болған кезде, чтобы осы қателіктерді қайталамас үшін. Ең бірінші мен күнделікті таңертеңгі уақытта SPF міндетті түрде жағамыз. Сол SPF-ті кетіру үшін міндетті түрде гидрофильное масло қолданамын кешкі уходта. SPF болсын, немесе тональный крем болсын, немесе BB крем болсын, үшеуін біреуін қолданған кезде міндетті түрде осы гидрофильное масломен қолданамын. Гидрофильное масло менде бұл синтелланка. Бұл бізде комбинированная кожаға, сухая кожаға және чувствительная кожаға жақсы келеді. Составы өте жақсы. Бірден кетіреді, SPF-ті жақсы кетіреді, мен прям чувствую. Осыдан кейін міндетті түрде мен пенка қолданамын. Ол менде Истри дейінгі брендкі, өте жұмсақ, составы өте жақсы. Гидрофильный маслоны қолданғаннан кейін міндетті түрде осыны қолдану керек, чтобы маслодан кейін остатықтарды жуады, жақсы жуады. Негізі бұл пенканы жуғаннан кейін бетім қабырыштанбайды, тырыспайды, яғни увлажненный болып тұрады. Егер де сіздің пенкамен бетіңізді жуғаннан кейін бетіңіз қабыршықтанып немесе тырысып тұратын болса, ол сіздің кожаңызға арналмаған. Яғни өзіңіздің кожаңызға арналған пенканы таңдап алыңыз. Міндетті түрде осы Истриді қолдан көрсеңіздер болады. Бұл негізі барлық кожаға жақсы келеді. Составы өте жақсы, гипоаллергенный, сонымен қатар кез келген кожаға жақсы келеді. До этого мен осы CeraVe'дің пенкасын қолданған болатымын. Бұны қолданғаннан кейін бетім как будто скребок тап-таза болып тұрады, бірақ бетімді жуғаннан кейін егер тонер ештеңке жақпаса, бетім тырысып қалады, как будто бір дискомфорт болады бетінде. Вот Истридан кейін жуғаннан кейін мүлдем ондай болмайды. Сондықтан пенканы дұрыс таңдауға кеңес беремін. CeraVe именно бізде, оказывается, комбинированная кожаға жақсы келеді. Сухая кожаға онша келмейді. На крайний случай болады, но бірақ күнделікті қолданғанға жарамайды. Қазір менде кешкі уақыт болғанда бірден сіздерге процессті көрсеткім келеді. Қазір менде бетімде SPF қана бар и увлажненный крем бар. Яғни тональный крем ештеңке жоқ. Бірақ SPF-ті міндетті түрде гидрофильный масломен кетіру керек. Менде осы синтелланка. Екі рет қана басамын. И бетіме құрғақ бетке жағамыз. Яғни бетімізді жуып, ылғалды бетке жақпаймыз, сухой бетке жағамыз. Потому что егер суы бетке жағатын болсаңыздар, гидрофильное масло дұрыс жұмыс істемейді. Яғни осылай жағамыз, және сумен жуып тастаймыз. Осылай жаққаннан кейін бетімізді осылай жуамыз. И бірден сумен жуып тастаймыз. Гидрофильный масломен бетімізді жуып алдық.
яғни бірінші жағы, одан кейін сумен жуып аламыз. Енді менде кішкене көтеріліп кетті. Енді пенканы қолданатын боламыз. Бұны кәдімгі енді сулы бетке жағамыз. Кішкене ғана мөлшерде аламын, осындай. Пенка менде истритка, яғни бетімізге жағамыз. Жағылған кезде де прям чувствуется жұмсақ, прям күшті жағылатын. Енді бетімізді жуып тастайық. Енді міндетті түрде бетімізді салфеткамен сүртеміз, бетке арналған, яғни бетіміздегі суларды кетіру үшін. Полотенце мүлдем қолданбаңыздар, бет сүрткен кезде міндетті түрде салфеткамен сүртіңіздер. Салфетка енді сухой. Так, енді кезекте мен сіздерге өзім тонерімді көрсеткім келіп тұр. Тонер менде Целимакстікі. Осы тонер өте жақсы, составы жұмсақ. Роуд деген тонер бар ғой, соның бюджетный түрі дейді, бірақ все равно составы өте жақсы. Кім жақсы тонер іздеп жүрсе, рекомендую всем осы тонерді алуға. Прям бетті жақсы увлажнять етеді. Бетіміз прямо жұмсақ болады, осыдан кейін одан сайын увлажненный болады. Және келесі этапқа бұл тонер бізде дайындайды. Именно Целимакстікі, Центеланка. Мен осыған дейінгі Центеланка қолданғам, қазір осы Целимакстікін қолданып жүрмін. Бұл еще кожный барьерді реттейді. Кожный барьер дегеніміз, мысалы, егер бетіңізді сіз бетіңізге келмейтін бір кремді қолданып, бетіңізді қызартып, немесе безеу шығарып, немесе бетіңізді составын, бетіңіздің кожасын құртып алсаңыз, соны, чтобы восстановить, қайтадан қалпына келтіру үшін, осындай брендтің кремдерін, тонерін қолдануға кеңес беретін едім. Целимакстікі өте жақсы тонер. 1-2 минуттай күтеміз бетімізге, чтобы тонер жақсы сыну үшін. Келесі этап мен сразу көз айналасына көшемін. Жоқ, мен январь айында, помню, блог түсірген кезде осы крем жайлы айтқан болатынмын. Менде уже кішкене ғана қалды состав кремнің өзі. Өте жақсы крем, көздің айналасына арналған, жақсы увлажнение береді. Бірақ бұл әжімдерді кетірмейді, бірақ жақсы увлажнение береді көздің айналасына. Осыны часто қолданамын. Таңертең де кешке де осы кремді қолданамын. Бағасы да ондай қатты қымбат емес, яғни табуға болады. Көздің айналасына және көздің үстіңгі бөлігіне векаға яғни жағатын боламын. Ол жаққа да крем жағу керек негізі. Қыс мезгілі, көктем мезгілдерінде біздің кожаларымыз құрғай бастайды, ал бұл кремдер как раз сіздің кожаңызға, теріңізге көмектесетін болады. Так, келесі этап ол бізде сыворотка. Сыворотка мен осы Skinlab-тың қолданамын. Өте жақсы көмектеседі, беттің қызарғанын қайтарады. Сонымен қатар егер бетіңізде жаңағыдай алдында айтып өткендей кожный барьеріңіз құртып алсаңыз, онда осы сыворотка сізге прямо көмектеседі. Бетті жақсы ылғалдандырады. Сонымен қатар составы как раз Целимакстің тонерімен осы сыворотканы бірге қолдансаңыздар күшті келеді. Сывороткадан кейін 1-2-3 минуттай күтеміз. 1-2-3 минуттан кейін уже кремді жағамыз. Көп күтпейміз, потому что, чтобы біздің сывороткамыз қатты құрғап кетпеу керек. Кожаға осындай увлажненный кезде бірден креммен жабуымыз керек. Мен сіздерге бір история айтып берейін. До этого мен бетіме әртүрлі сывороткалар алатын, әртүрлі бір уақытта алмаймын. Например, бір ай сывороткам біткеннен кейін келесі брендтікін алып, солай кезек-кезек қолданатын. До этого мен витамин С дегенді көп қолданатын. Витамин С мен именно доктор Алтаенкін қолданып. Там хотя витамин С деп айтылады, но составда ол жерде өте аз мөлшерде витамин С. В основном там облепиханың сурет тұрады. Қазір сіздерге осы экранда көрсетіп жүремін, осыны қолдандым. Маған өте жақсы ұнады, жақсы көмектесті, тоже жақсы увлажнение береді, бетті ағартады кішкене.
Ну кішкене чуть-чуть эффект болды, бірақ қатты эффект қатты прямо өзгеріс көрген жоқпын. Ол біткеннен кейін мен Skin Lab'тың витамин С-ны қолдандым, дәл осыны. Осы Skin Lab'тыкын қолдандым. Ол жерде де тоже витамин С, оказывается, С деп жазады, но на самом деле ол жерде өте аз екен витамин С мөлшері. Ол да маған ұнады, тоже бетті ылғалдандырады, қызарғанды кішкене басады, жақсы увлажнение береді, бірақ прям қатты өзгеріс байқамады бетінен, как бұрынғыдай да. Осыдан кейін мен вот мына витаминді қолдана бастадым, қазір көрсетемін сіздерге. Витамин С 20% деген бар, осы американский брендікі. Бірінші рет алдым, Allies of Skin деген. Наверное, некоторые адамдар осыны қолданады уже. Бұл бізде менің негізі уходтың барлығы корейский брендтердікі, и сол жақтың кремдері маған жақсы келеді. Вот мынаны, бұл американский, бірінші рет қолданып көрдім. Золотое яблоко арқылы заказ бердім, сразу кешкісін келді, күндіз заказ бердім. Еще бұл қымбат тұрады. Мен бұны просто кішкентай мөлшердегісін алдым, 8 миллиграмм бұл жерде, 8 миллиграмм. Сол күні кешке жақтым, бетін тазартқаннан кейін тонер жағып, и сыворотканы жағып, артынан крем жақтым да, и ұйықтадым. Таңертең вообще бетім алма болып кеткен, қып-қызыл, бет мына жақтарым барлығы нүкте, қызыл нүкте, прям ужас. Шошып кеттім бетімнен, потом бірден уже мына кремді, витамин С-ны негізі холодильникте қолдану керек, сақтау керек. Алғаннан кейін холодильникте бірден салып қоясыздар, холодильникте тұру керек екен составы. Витамин С бұл жерде чисто 20% деп тұр ма, 20% барлығы витамин С бұл жерде. Яғни оны қолданғаннан кейін мен бұны мүлдем қолданбадым. Осыдан кейін қайтадан өзім бұрынғы уходыма көштім. Бірақ менде сыворотка жоқ болды. Но мен продавецке бардым, түсіндірдім, осындай жағдай болды, осыны қолдандым. И ол продавец қазіргі сіздерге көрсеткен уходтарымды көрсетті, что осылардың барлығы кожный барьерді қайтадан қалпына келтіреді. Сізде бұл витамин С, наверное, сізге жақпады, немесе бірден ауыр болып кетті. Потому что когда витамин С-ны бірден қолданған 20%-гі өте ауыр, яғни ол тем более сіздің кожаңыз чувствительная кожа деп айтты. Онсыз да менің кожам чувствительная кожа и сухая кожа. И бұл витамин С маған өте ауыр болды. Хотя жаққан кезде ондай прям бетім ашқан сияқты, бір андай ешқандай сезім болған жоқ, как обычный сыворотка сияқты жақтым. Енді ол маған кеңес берді, продавец, когда витамин С қолданасыз, ең бірінші процентті азынан бастаңыз деді, ең аз мөлшерден. Мына жерде мысалы 20% болса, бұл өте көп. Маған это 5%, 10%, потом онан кейін уже жамендеп көтеріле береді, проценттері 20-ға дейін. Сол жамендеп солай бетті үйрету керек екен. Бірден қолдануға болмайды. Вот, содан кейін бұл витамин С-ны пока временно тоқтатып қойдым. Қазір мүлдем қолданып жүрген жоқпын. Қазір мен қайтадан кожам қалпына келіп бастады. Бірақ әлі де мына жерде қызыл точкалар бір-екеу қалды. Бірақ хотя мына жерлердің бәрі қып-қызыл болған, олардың барлығы уже кете бастады. Правильно уходтың арқасында. Енді, так, где у меня крем? Келесі этап. Бізде осы крем Medical Davis крем, бұл бізде медицинский крем. Именно бетім қызарғаннан кейін осы кремді маған продавец кеңес берді. Яғни бұл аптечный крем, корейский тоже. Осы беттің кожаларын жақсартады, бетіңіз қайтадан кожный барьерді реттейді, қызарғанды басады деді. И плюс осы кремнен бөлек Round Lab'тың кремін қолданып жүрмін. Ол егер сіздің кожаңызда мысалы угли болады ғой, немесе сухая кожа болса, өте жақсы, там составында пантенол бар. Яғни кожаңызды қызарғанын қатты қайтармайды, бірақ яғни мысалы жара сияқты қалып қалса, сол жараның бетін кетіреді. Маған ол крем тоже ұнады. Сол креммен осы кремді мен по очереди қолданып жүрмін. Жаққан кезде приятно, прямо күшті жағылады. Яғни кожный барьерді қалпына келтірді. Мен бұларды қолданғаныма уже 10 күннен асып кетті. 10 күннен жоғары бетімнің қызарғанына уже басылып жатыр.
когда бірақ бірінші рет қолданған кездері мен өте қатты қорқып кеттім, что бетім бірінші рет осындай қып-қызыл болып кеткеніне. Сондықтан сіздерге де кеңес беремін, когда витамин С-ны қолданған кезде бірінші аз процентнен бастаңыздар. Ең аз мөлшері 5%-дан 6, дальше уже саты бойынша көтеріліп, солай алыңыздар. Мен сияқты бірден ошибка жүрмеңіздер, что 20% витамин С-ны алып, бірден бетіңізге жақпаңыздар. Өйткені беттеріңіздің кожасын, терілеріңізді құртып алуларыңыз мүмкін. Так, осыдан кейін мен SPF қолданамын. SPF менде осы Mary Mead-ға өте жақсы, составы и легкий, прямо жаққан кезде как обычный крем сияқты жағылады. Яғни прям бетте особо сезілмейді. Мягкий прям крем маған қатты ұнайды. Егер SPF, жақсы SPF іздеп жүрсеңіздер, осы SPF-ті алуға кеңес беретін едім. Тоже долго қолданып жүрмін, ұзақ болды. Осыған дейін составында алоэ бар SPF қолданған болатынмын. Қазір Mary Mead қолданып жүрмін. Маған өте қатты ұнады. SPF-ті негізі күн болсын да күн болмасын міндетті түрде қолдану керек. Яғни бетіңізге ерте әжім түспес үшін. Сонымен қатар әртүрлі табиғи факторлардан сақтау үшін. Қар болсын, жаңбыр болсын да міндетті түрде SPF бетке жағып шығамыз. Далаға шықтыңыздар ма, міндетті түрде SPF жағып жүріңіздер. Именно осы SPF маған өте қатты ұнады. Mary Mead. Экранда түсіріп алсаңыздар болады суретке, осыны іздеп, осы брендті қолдансаңыздар болады. SPF жақтым, и все. Осымен менің уходым аяқталды. Жалпы арасында қазіргі уақытта көктем мезгілі болғандықтан бетіміз реңдеп құрғай бастайды. Сондықтан в основном еще плюс суды көп ішіп жүріңіздер. Су ішкен кезде, мысалы таңертең ұйқыдан тұрдыңыз ба, 1 стакан жылы су ішемін. Жылы суды ішкен кезде бірден барлық стаканды полностью аузыма құйып сразу ішпеймін. Олай дұрыс емес су ішкен. Яғни бөліп, бір 5 минут аралығында полностью судың бәрін ішіп тастау керек. Потом тамақ жейтін алдында, обедтің уақытында то же самое алдын алып, 10-15 минут бұрын 1 стакан жылы су ішіп аламын. Потом кез келген перекус жасайтын болсаңыздар да алдын ала 1 стакан суды ішіп алыңыздар. Яғни алдын ала асқазандарыңыз дайындайды. Сол арқылы еще кожаңызға да көмектесесіз, чтобы увлажненная кожа болу үшін. И плюс витамин D3-ді міндетті түрде ішіп жүріңіздер. Қазіргі уақытта күн өте аз, сондықтан витамин D3-ді кеңес беремін, чтобы кожаларыңыз әдемі, жылтырап тұру үшін, увлажненный болу үшін міндетті түрде витамин D3-ді қолданыңыздар. Еще мен доктор Алтайяның осындай миксін алған болатынмын. Маған өте қатты ұнады. Бұны кез келген уақытта бетіңізге сепсеңіздер болады. Егер бетіңізде құрғақтық сезінсеңіздер, макияждан кейін де болады, макияжға дейін де болады, кез келген уақытта. Мен түсінгенім, бұны сепкеннен кейін менің кожам жылтырай бастады. Как-то составында сондай жақсы ингредиент бар, чтобы ішінен маңдайларында мимический әжімдер пайда болған осы во время декрета. И вот осы миксті қолданғаннан кейін, не микс, а мисті қолданғаннан кейін менің маңдайымдағы әжімдер уже білінбей жатыр. Вообще незаметно уже білінбейді. Благодаря осындай уходтың арқасында. Сондықтан мен уходым сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және мені басқа да өзге де видеоларымды жібермей көріп отырыңыздар.